папалар, әкелер, еркектер, жігіттер, сіздер қазір өздеріңіздің көңіліңіз өзіңізге тола ма? Сіз әке ретінде, сіз аға ретінде, осы біздің қазақ қоғамындағы отағасы ретінде өзінің жауапкершілігіңізді өз мойныңызға алып, біздің келесі қазақ ұрпағын сапалы түрде тәрбиелеп жатсыз ба? Неге онда бізде педофилия деген көбейіп жатыр? Неге онда бізде буллинг көбейіп жатыр? Неге бірін-бірі өлтіріп жатыр адамдар? Мен ойлаймын, осы сіздер еркектер, жігіттер, ағалар, әкелер, аталар, сол қоғамнан ала тонды алып қашып жатқан жоқсыздар ма? Мен сіздерді бірге отырып, ақылдасып, сөйлесіп, өзімнің авторлық 6 айлық курсыма шақырайын деп жатырмын. Әрбір ұлмен қандай қарым-қатынаста болуыңыз керек? Мына 15 жасар ұлмен қалай сөйлесу керек? Ал 3 айлық жігітпен, 3 жасар жігітпен қалай сөйлесу керек? Ертең ол шынымен де атымен, затымен қазақпын десе, атымен, затымен еркектің аты еркек деп тұрса, сонда сіздер бүгін соған үлесіңізді қоспайсыздар ма? Мүмкін сіз, ой, сен ақшаға бола сөйтіп айтып жатырсың деп айтатын шығарсың. Бірақ бәріміз қазақ емеспіз ба? Біздің қазақтың қоғамы қазір неге құртып кетіп жатырмыз? Неге ана жерде деп қаламыз? Неге мына жерде деп қаламыз? Сонда бәрігіміз бірге жиналсақ, сол бір қазанды бірге көтерсек, мүмкін біздің келесі ұрпағымыз бізден де жақсы өмір сүретін беді. Ойланыңыздар, 6 айлық курсқа жазылыңыздар. Айта алдым.